Жастар тәжірибесі мемлекеттік бағдарламасымен қызметке тұру әлдеқайда оңтайлы әрі жеңіл. Маңғыстау облысында соңғы 7 жыл ішінде осындай мүмкіндікті тиімді пайдаланған 5000-ға жуық жас кәсіптік іс тәжірибеден өтті. Соның нәтижесінде кәсіпорындарға жолданғандардың 69% тұрақты жұмысқа орналасқан. Яғни жоғары және орта арнаулы оқу орындарында алған білімдерін іс жүзінде көрсетіп, қабілетін танытқандар кедергісіз қабылданады. Сондай мүмкіндікті мүлт жібермеген жас маманның бірі жайлы тілшіміз тарқатып айтып береді. Теңіз суының құрамындағы мұнай өнімдерінің құрамын анықтаймыз. Сарбиназ өңірдегі іргелі университеттің түлегі. Органикалық заттардың химиялық технологы мамандығын игерген. Үнемі ізденісте жүретін бойжеткен ғылыми жаңалық ашып, зерттеу жүргізгенді жаны сүйеді. Қазір алға қойған мақсатына жету жолында аянбай тер төгуде. Яғни ірі зауытқа кіретін және одан шығатын судың қоршаған ортаға экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесімен айналысады. Оқу бітірген соң бір жыл жұмыс іздедім. Жұмыс табу өте қиын болды. Сосын жастар практикасына қатысып, Каззотқа жұмысқа орналастым. Жұмыс маған өте қатты ұнайды. Ұжым өте жақсы, болашағымды осы саламен байланыстырғым келеді. Ол өзін өте жақсы көрсетті. Осы қысқа мерзім ішінде біз оны жұмысқа қабылдап алдық. Қазір 5-ші разряд. Бұл мемлекеттік бағдарлама жастарға өте зор мүмкіндік. Жастар бұл мүмкіндікті жақсы қолдана білуі керек. Өткен жылы 400-ге жуық жас Сарбиназдай сабылып, мамандығына қарай қызмет іздеген. Жолдары болмаған соң, жұмыспен қамту орталығының көмегіне жүгінулеріне тура келген. Барлығы да мамандығына қарай мекеме кәсіпорындарға жолданып, 6 ай тәжірибеден өтті. Қазір соның игілігін көріп отыр. Ал биыл 43 жас практикаға тартылса, соның 51-і тұрақты жұмысқа қабылданды. Жұмыс берушілер түлектерден еңбек өтілі сұрайды. Сондықтан үкімет тарапынан осындай жастарға өте үлкен көмек көрсетіліп жатыр. Бүгінгі таңда 82 жұмыс берушімен біз договорға отырдық. Мемлекет тарапынан өте тиімді көрсетіліп жатқан жұмыспен қамту мақсатында механизм. Сарбиназдан басқа Қазазот кәсіпорнында тағы 2 жас қысқа мерзімде қызметке тұрды. Жалпы осы зауытта жастар тәжірибесі арқылы 6 маман өздеріне лайықты жұмыстарын атқарып жүр. Нысаналы Нұрлан Өтеген, жаңалықтар.